Сәлем достар, сіздермен болған Рузетока World арнасы. Достар, бұл бізде құпия кітаптың бірінші бөлімі. Және де достар, мен сізге бір сұраққа жауап беріп кетейін. Неге көп күн видео салмай кеттің? Өйткені бізде емтихан болады, мен соған дайындалып жүрмін. Енді түсінеді деген ойдамын. Менің видеом ұнаса, менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Құрбым, не істеп отырсың? Әрине сені күтіп отырмын. Мынау кімге? Саған, сен маған жіберіп едің ғой, жасап берші деп. Мінекей, енді саған жасап әкеліп тұрмын. Фруктовый салат. Мә, рахмет көп-көп, мен сенен бұндайды күтпеппін. Рахмет саған, алғысым прям шексіз. Дәмді болып көрініп тұр. Кәнеке ас болсын, кәне алайық. Қандай дәмді, күшті болып көрініп тұр. Дәмді екен, көп-көп рахмет саған. Ендеше сабаққа кеттік. Сабақ басталып кеткен шығар уже. Жарайды, ендеше кеттік. Ей қыздар, не істеп жүрсіңдер, а? Сабақтан кешіктіңдер ғой. Сабақ басталып кетті уже. Бол тез кіріңдер. Ағай, кешіріңізші, жүр кеттік. Ендеше кеттік, мына партаға отырайық. Ей қыздар, сендерге кім кіруге рұқсат берді, а? Тез шығыңдар. Сендерде мәдениет деген жоқ екен, я? Барда шығыңдар. Менің сабағыма қатыспайсыңдар. Неге кешігіп келіп, и потом рұқсат сұрау деген жоқ сендерде, я? Мәдениетсіздер вообще-то. Барып шығып кетіңдер, сабағыма қатыспайсыңдар. Жарайды, кеттік, шыға салайықшы. Я, кеттік. Қарным ашып кетті ғой. Донерімді жеп алайыншы. Дәмді екен. Мына сокты ше, мақтап жатыр ғой. Ой, сок деппін ғой. Шай ма, сондай ғой. Ішіп көрейінші. Мектепте сатылады екен. Күшті екен. Мен де қарным ашып кетішем. Үйден тамақ ішпей шығып едім. Мен де жеп алайын, ас болсын. Қарным тойып алды ғой. Енді не істейміз? Ішіміз пысып жүреді енді. Телефон әкелдім бе? Қумаш, телефон әкелуге рұқсат та жоқ қой. Білесің ба, директор айтып еді ғой, телефон әкелсеңдер, телефондарында алып қоямын. Келесі жолы бермеймін деді ғой. Я, ол да бар екен ғой. Сен шай әкелдің бе? Жоқ, конечно, өзің айтып тұрсың ғой. Тупойсың ба, білмеймін. Давайте онда кітаптар көрейік. Қойшы, кітап оқуға жалығып кеттім. Ой, қойшы, кеттік оқиықшы. Ладно, кеттік, жүрші ал. Апай, біз ше кітап алайын деп едік. Қандай кітаптар бар екенін көрсетіңізші. Молодец, кітап сөйтіп оқи беріңдер. Бірінші кітап алмас бұрын мен сендерді тіркеп алайын, жүре ма? Жарайды. Ой, қағазым қаяқта еді, қазір күте тұрыңдаршы. Қағазым аяқта қалып кетіпті ғой, күте тұрыңдар қазір. 5 минут қазір қағазымды алып келейін. Жарайды, апай, бара беріңіз. Мына жерде кітаптар аз екен, я. Соғысы, мен білесің бе, бұрында бір сыныбым болатын, короче, мектебім болатын да. Сосын мен бір сыныпта оқитынмын. Сол кезде ол мектепте кітаптар көп болатын, күшті тұғын. Қызық, мына жерде кітап аз екен. Я, қарасайш, 10-14 кітап қой. Я. Оқушылар ұзақ күтіп қалдыңдар ма? Жоқ, апай, ұзақ күткен жоқ, біз әшейін мына кітаптарға қарап отырық. Апай, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Я, қоя бер. Осы неге біздің мектепте кітаптар аз, соны айтасыз ба?
енді қалай айтсам болады екен, мен білмеймін, бұл мектепке мен тек қана жұмысшы болып кіргенмін, яғни жұмыс іздеп кіргенмін. Мен бұл мектепті білмейді екенмін. Сонда сіз қашан кірдіңіз? Енді мен айтайын, 2023-те кіргенмін. Сонда сіз келгеннен бері осындай кітаптар болды ма? Иә, осындай кітаптар болған, аз кітаптар болған енді. Біздің мектепте көп кітаптар оқымайды, сондықтан осындай аз кітап. Сенің атың кім? Алия. Аха, болды, тіркеліп қойдың. Мына кітапты жыртпай, тура қалай тұр, солай әкеліп бер, жарай ма? Жарайды. Сен алмайсың ба кітап? Жоқ, мен алмаймын. Онда бара беріңдер. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Мына оқушыларға айтпағаным жақсы болды. Әйтпесе бізден күдіктеніп жүретін еді. Жақсы болды айтпағаным. Айтайын деп тұр едім. Кіруге бола ма? Кіріп тұрсың ғой. Не болды? Әбіржіп кетіпсің ғой. Я, жаман қысылып кеттім. Қалай өтірік айтатымды білмей қалдым. Я, не болды? Біреу күдіктенді ме? Қалай айтсам болады екен енді? Енді қатты күдіктенген жоқ, бірақ бір-екі қыз келді оқушы. И потом ол 4-5 сынып оқиды-ау деймін. Бізден кітап алды, сосын неге кітаптар аз деді, мен бүйтіп айттым. Мен өзім енді ғана жұмысқа тұрдым, мен білмеймін дедім. Сосын былай айттым, біздің кітап көп ала бермейді, сондықтан сондай аз шығар дедім. Молодец, сөйтіп айта бер. Я. Мына кітап күшті екен, үйге барып оқимын, рахаттанып. Мына кітап қызық сияқты ше. Я, мен бұны бұрында оққанмын. Саған қызық болды ма? Я, енді қатты қызық болған жоқ. Нормально десем де болады. Күшті өтіп жатыр бүгінгі күнім. Күшті.